Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Мінекей бүгін жол талғамайтын көлік обзор жасаймыз. Nissan Pathfinder. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Мінекей әдемі теңіз жағаға келдік. Біздің енді теңізде күн батып бара жатыр. Әдемі кезде түсіріп алуды жөн көріп, осы кешке дейін күттік. Мінекей тамашалаңыздар. Қазір сыртын түсіреміз. Одан кейін салон, одан кейін жүрсін көреміз және құмда қалай жүреді екен, сол туралы айтып беретін боламыз. Достар, дәл осы кузов 2005-тен бастап 10-ға дейін шықты, 3-ші поколение. Мынау қазіргі шығып атқандар уже толыққанды кроссовер болып шықты. Ал мына кузов жол талғамайтын көлік негізі. Бұл кузов 2005-тен 2006-ға дейін V6 төрттік объеммен шықты. 269 аттың күші бар. Мына ұзындығы бұл көліктің 4780, ал ені 1850. Бұл көліктің биіктігі 1780. Және екі дөңгелектің арасы, колесный база деп айтады, орысша айтқанда, 2850 миллиметр. Және багажнигін көрейік. Багажнигі бұның 7 орындық, 7 адам кетеді. Жанұялы кісілер болса, жаңағындай өте ыңғайлы. Артындағы багажник 190 литр. Ал мына соңғы екі қатарды құлатсақ 500 литр шығады. Және аналарды құлатқан кезде тегіс болып шықпайды, бірақ биік болып тұрады. Қазір мен көрсетейін. Мінекей достар, биіктігі мынамен тең емес. Арқайын жата алмайсыздар мына жерде. Негізі бұл балыққа немесе қыдыруға жақсы көліктер. Мына жерде ешқандай запаска жоқ. Тек ключтеріңді қоятын кішігірім бір орын ғана бар. Басқа ештеңе жоқ. Достар, ең қызығы, бұны сатам дейді. Армениядан алып келген. Жақында алып келді. Сатам дейді. Егер хабарласқыңыз келсе, осындай көлік мінгіңіз келетіндер болса, төменге номерін қалдырып кетем есінің. Соған соғып, өздеріңіз бағаларын біліп алсаңыздар болады. Мінекей, мынандай қымбат салон үсті. Мынандай тіреуішпенен ашасыздар. Ашылғанда өте төмен екен, қатты көп ашылды. Мінекей V6 төрттік мотор. Бұл жерде айтатын не бар? Барлығы жақсы. 169 аттың күші бар, жаңада айтып кеткенде. Бұл жерде барлығы, былай айтқанда, нағыз ер адамдарға арналған, нағыз еркектерге арналған көлік. Барлығы заты мынау ауа сорғыштары түгел. Үлкен көргішті, мысалға аккумулятордың өзі 75-тік. Достар, мына жүрісін көрейік. Жүрісі шынын айтқанда рамны джип болғаннан кейін кузов асфальттағы дұрыс емес жерлерде дірілдейді екен. Бірақ мынау кузов өте ауыр көрінеді. 2 тоннадан асады ар жаққа салмағы. Бірақ дегенмен төрттік мотор бәрі өзінікін істеп тұр. Мына жол шипыр болып атқан жол. Кузов кейін қатты білдірмейді. Рөлге білдіреді негізінде, рөлге беріледі екен. Негізі қатты шоқалақ білдіреді екен, шынымен де. Рамалы болғаннан кейін үлкен бір кусок металл дегенде. Енді бұл көлік қалада да жалпы жақсы жүреді. Далаға да арналған. Негізі таулы жерлерге мысалы жақсы. Құмдық жерлерге де міне беруге болады. Достар, қорабы автомат 5 сатылы. Бұларда барлығында солай келеді, 5 саты автомат. Ал 4 дөңгелек теует.
мына жерде екі дөңгелек қосып қойсаңыздар болады қалада жүрген кезде. Ал құмға және тас жерлерге барған кезде төртеуін қосып қоясыз, немесе автоматқа қойып қойсаңыз да болады. Автоматқа қойып, өзі машина қай жерге салмақ түсіп жатыр, сол жерде айналдыратын болады, сол дөңгелекті. Достар, енді мына жерде ішіндегі материалдар туралы айтайық. Материалдар қарап отырсаңыз пластик, бірақ өте арзан пластик емес, кішкене сапалы пластиктер. Рульдері ұстағанға өте ыңғайлы. Былай қарағанда 3 спицалы руль, мультируль бұл жерде. Барлық нелері бар. Мультируль, климат контроль, монитор бар. Әрине мынаны артқа қосқанда артқа камера осы монитордан көрсететін болады, өте ыңғайлы нәрсе. Кейбір комплектацияларында әрине монитор болмайды. Және комплектация қарай. Достар, осымен обзорымызды аяқтаймыз. Ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер және лайк басып қойыңыздар. Және де келесіде қандай көлікті түсіргенімізді қалайсыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер өте күшті болар еді. Қош сау болыңыздар.